Адам баласы біреудің жанына қиянат жасау ауыр күнә. Біреуді өлтіру өте ауыр күнә. Өйткені саған кім ондай мүмкіндік берді біреуді өлтіруге? Оның жаны аманат. Хақың жоқ. Кейде көшемін дейсің, кейде біреуді қорқытқың келеді, кейде авторитет жинаған келеді ғой. Бірақ Құдай ұратын болса бар ғой, ол авторитет пайда бермей қалады. Мына өмірде шыны керек біреудің өмірін жаңағыдай қиып жіберіп, абыройын көтеретін шығарсың. Бірақ біл, қияметте сол өлген адам сені кешпейінше Алла сені кешірмейді. Бұл өте ауыр нәрсе да. Біреуді өлтіру, құрметті ағайын. Сол үшін біреудің жаны ол біздің қолда емес, әрбір адамның жаны Алланың қолында, құрметті ағайын. Сол үшін біреуге, ал енді ғалымдарымыз айтады, енді біреуді өлтіру үлкен күнә деп жатыр. Қияметте ана адам кешпей, Алла оны кешпейді дейді. Ал адам өзін өлтіру, өзіне қол жұмсау, одан да жоғары күнә дейді. Қараңыз да. Ойлаңызшы, адамның өзіне өзі қол жұмсау, одан да үлкен күнә дейді. Бірде бір жорықта пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бір кісіні көреді. Қараса, ынтасымен, бар күшімен, жігерімен соғысады да. Бірақ айтады, мынау адам дозақы дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сахабалар таң қалады. Қалай ол жорықта жүр? Ана жорықтағы батырлығы, оның жаңағыдай күш қуатын көргенде сахабалар таң қалады. Пайғамбар бірақ ауадан сөйлемейтін біледі ғой. Ішінде бір сахаба не қылады, жаңағы артынан түседі ғой. Шайқас бітеді, шайқас біткеннен кейін жаңағы кісі өте ауыр жарақат алады, қараңыз да. Ауыр жарақат алғаннан кейін не істейді? Өзіне өзі қол жұмсайды ғой, қараңыз. Ол садақа Расулулла, Алланың елшісі ақиқатты айтты деп не қылады? Өзінің жүрегінде күмәнді кетіреді. Бұл жерде айтып тұрған мәселе, сонда жорықта болды, бар мал жанымен шайқасты да, бірақ не істеді? Өзіне қол жұмсаған амалдың бәрі жойылып кетті да, Құдай сақтасын. Қараңызшы, сол үшін өзіне қол жұмсау, құрметті ағайын, бұл Құдай сақтасын, өзгеге қол жұмсаудан да ауыр күнә екен да, қылмыс екен. Өйткені Алла субхана ва тағала Құран-ы Керимде «Вала тулқу биайдикум ила тахлука» өздеріңізді өз қолдарыңызбен құрдымға тастамаңыздар, өлім ғой айтқан уақытта. Және бір аятта келеді «Вала тақтулу анфусакум» өздеріңізді өлтірмеңіздер дейді. Айтқан уақытта не? Алла берді. Қазақ айтады ғой, 40 жыл соғыс болса да, кім өледі дейді? Ажал жеткен өледі дейді. Бұл айтқан уақытта да адам аурудан өле ме, сауадан өле ме, бір Алла біледі. Кейбір аурулар бар, дәрігер шығарып тастаған, мына өледі болды, бір апта өмір қалды. Бірақ неше жылдап өмір сүріп жатыр да. Бірақ сонымен бірге дені сау болып жүргендер өмірден өтіп барады да. Өйткені бұл біздің жанымыз, құрметті ағайын, Алла тағаланікі. Біз Аллаға тәнбіз. Қараң, біреу қайтыс болса, бір жағдай болатын болса, не деп айтамыз? Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Біз Аллаға тәнбіз. Біз Алланың және оған қайтушымыз. Қалаған уақыт Алла Тағала біздің жанымызды алады да. Сол үшін адам баласына өзіне өзі қол жұмсауға болмайды. Адамдар кейде ойлайды, мысалы үшін, қыз балдарды мүмкін жігіт тастап кетуі мүмкін, немесе бір жамандық істеп кетуі мүмкін, немесе біреуді лақтырып кетуі мүмкін, немесе мойындап қырғын қарыз болуы мүмкін. Жағдайлары қалай да? Жағдайлары адам ойлауы мүмкін да. Бұл проблема, анаған барады, жәрдем жоқ, мынаған барады, жәрдем жоқ. Жәрдемді іздейді жан-жақтан, бірақ таппайды да. Таппайды. Сонымен не қылады? Ең соңғы нәтиже өзіне қол жұмсауда. Соны оңай көреді. Сонымен не қылады? Сондай қылмысқа барады да, Құдай сақтасын. Шариғатта ең үлкен қылмыс өзіне өзі қол жұмсау, құрметті ағайын. Біреуді қорқытады. Егер сен бүйтпесең, мен венамды кесемін дейді. Кессең сен қиналасың ғой, ол қиналмайды ғой. Біреуді мен өзімді өзім өлтіремін деп қорқытпа. Сен өзіңді өзің өлтіретін болсаң, Құдай сақтасын, оның азабы өте жоғары.